Biz de айтып жүргенбіз участковаларда, сіздердің бізге керексіздер, біз кешке рейдке шығып тұрамыз. Сол кезде айтатын қасымызда болу керек жаңағы осы өкілдері. Таппай қаламыз сол кезде, ана жақта жұмыстан, мына жақта жұмыстан деп қалды, сондықтан сол тұрақтандырып берсеңіздер деген. Сосын кейін біздің Бостандық деген ауыл бар ғой, білесіздер. Бостандық ауылында жаңағы мешіт көшесі жаңа айттыңыз, бөлініп уже асфальт салынады екен. Енді мұны өйткені білесіздер, Бостандық ауылындағы мектептен жоғары қарай асфальт салынды ғой былтыр. Сонда осындай бір қыс басталып кеткенде салынып некачественно кейін қайттан не қылды ғой. Сондықтан ақыр бөлінген болатын болса күннің жылысында соны жанып тастап көшетін, біздің мешіт көшесін асфальтын салып берсе екен деген өтініш бар сіздерде. Сосын кейін бір тағы да сіз ең бірінші әкім болып сайланып есепке келген кезіңізде ауылдың халқына өтініш жасаған, осы өтінішті айтыңыз деп. Сонда мен айтқам, жаңадан сайланды, сондықтан әлі бюджет жоқ. Ол сексен аяққа тұрсын, сосын кейін айтарыңыз оны ауылдағы радар мәселесі. Мына Боранғайға қойылды, Шоғанаққа қойылды. Мен өзім қызмет радар қою керек, мынандай. Камера қою керек. Өйткені мен өзім қызмет істеп жүрген кездің өзінде екі оқыс сол жерден опат болған авариядан. Өйткені жолдың мына жағында мектеп, мына жағында мектеп. Мына жағында сауда орны, мына жағында сауда орны. Мына жақта детсад, мынандай болып өтіп жатыр. Қасындағы тротуар салынған жақсы. Кешке жақын жүрсеңіздің машина жүріп келген кезде тротуарда жүріп бұртқан кезде желін ұшып кетті жылдайсың. Сондықтан соған енді Құдай қаласа ертең айтып барайын, мен осыны міне жеткіздім, енді салынады деп. Соны бір мен өткен қоғамдық кеңесімен апарып хаттамасын беріп өткізіп қойған сіздерге барған шығар. Барса соны қадағалап отырсаңыз. Жақсы. Осы алған бәрі жақсы. Тротуар освещение оқушылар көп жүреді. Освещение жасау керек, кешке қарай кейбір кезде кеш қайтады. Енді мына участковый мәселесін біз қазір полицияны сұранып кетті, біз енді қарайық участковыйды. Неге тұрақсыз болып жатыр бұл жақ? Сіз тұрақты келдіңіз бе? Полиция капитаны Мусаев, участковый полиция инспекторы 1 қыркүйектен бастап тағайындалған, осы Боранғай ауылдық округіне. Қасымда да көмекшім бар. Жаңадан келген екеуміз. Жақсы. Яссы ауылдық округінде бірге қосып алып жүрміз қазір таңда. Бұрын қайда істедіңіз? Бұрын Бабай Қорған ауылдық округында. Бабай Қорғанда істедіңіз, да? Қазір қалада тұрасыз ба, қайда тұрасыз? Қалада тұрамын. Қалада тұрасыз ба? Жақсы. Онда участковый мәселесін енді бұл жігіттің жұмысы аяқ алып кеткен, бірақ біз маңызды Кентау мен Түркістанның ортасында тұрғаннан кейін бұл жерге халықтың өзі жақсылай, бірақ ар жақтан, бер жақтан өткендер осы жерге ұрлыққа келіп кетуі мүмкін, басқа болуы мүмкін. Сондықтан мына ауыл өзі тыныш жақсы ауылымыз, одан ары қарай тыныштығы мол болсын деп тілеймін. Ол сәттілік сізге. Енді бұрын ана Түркістанда болғанда Түркістанда жиналыс деп кетіп қала бердім, қазір ондай емес қой, енді Сауранда жиналыс өткізе бермейді. Біз начальникпен келісім бар сондай өзде. Мүмкіндігі болса, мен ауыл әкімдерін аптасына бір рет апталыққа шақырсам, қалған уақытта шақырмаймын. Бұрын қалай ауылдан әкім күнде бір жиналыс деп шақыра береді. Участковыйларды да солай талап қандай. Егер бір шұғыл бір мәселе болса шақыруға, қалған уақытта олардың бәрі ауылда жұмыс жасау керек. Әрбір адамды білу керек, әрбір көшені білу керек, әрбір тұрғынның проблемасын білу керек. Әкім де, участковый да, өйткені сол халықтың нанын жеп отырғаннан кейін олар түгіл біздің өзіміз білуіміз керек. Сондықтан осындай талапты қазір таңда. Сондықтан ол участковый мәселе шешеді. Жаңа мешіт көшесін тағы да кім? Қуаныш. Бостандықтан мешітке баратын көшені асфальт бұзылған, жөндеп қайттан істесе сапасын. Істеген мердігер көріп, қайттан жөндеп істету керек. Ол көшені біз қадағалаймыз. Сіздер де қадағалайсыздар. Қазір жасап жатқан жұмысымыздың бәрін халықтың ішінен қауымдастықпен қадағалауға қойып қойғанбыз. Өздеріңіз қадағалап отырасыздар. Сапасы болып жатса, бірге қаражатын төлеткізбейміз, басқа жасаймыз, бірақ сапасын жақсылап істеткіземіз. Енді камера бойынша енді бұл облыстық жолға қарай, бірақ дұрыс айтасыз, Кентауға бара жатқанда бер бетінде бар, бір камера ар жақта жоқ. Енді оны шоғана жаққа қойылды қазір. Енді ары қарай Бостандыққа қою керек өйткені халық арғы бетте де, бергі бетте де бар, магазин бар, мектеп бар. Оныңыз орынды. Ол жерге камера
жұмыс жасатамыз. Менің қойған сұрағым жол мәселесі. Сол Бейбітшілік көшесінде бір 45-50 шақты үй бар. Сол көшенің бір 4,5 шақырымдай жол жатыр. Сол жолды ретке келтіріп берсеңіздер деген. Біз былтыр осы асфальт төсеуге өтініш тастағанбыз Сәкене. Оның сметасына өзіміз жасадық, ауылдан ақша жинап смета істедік, өтініш тастадық. Газ жүрген ба? Жүрмеген. Міне осы бір жыл өтті, біз көктемде Сәкене қайта келдік, асфальт басылмаған бізге. Сонымен Сәкенен сұраса, Сәкен айтады, бізге газ келеді, газ келгеннен кейін барып асфальт басылады деді. Сосын жарайды деді да Сәкене, Сәкен бізге қайта ГПС төсеп беріңіздер тегістеп, адам машина жүрген ыңғайлы болсын деп. Сосын қайта өтініш жазып, қайтадан сметасын жасатып, алып келіп өткізіп бергенбіз. Енді Сәкенге кейіннен қайтадан жолықты сұрадық, не болып жатыр деді. Бізде қаржылай болмай жатыр деді ол кісі. Сізден өтініш енді осыны бір қолға алып қарап осы істі. Жақсы, Қуаныш, түсіндім. Мынау мәселені орында енді мен сұрап жатқан газ. Бұл кісі де дұрыс айтқан. Егер газ жүрмеген болса, ол көшеге біз асфальттамай жатырмыз. Барлық жерде. Мысалы, мына Бабай ұрған жақтағы газ жоқ, бұл жақта асфальтқа бөліп жатқан жоқпыз. Біз бірінші кезекте осы Иқан, Жаңайқан, Үшқайық сол жаққа бөліп өйткені ол жақта газ жүрген. Неге? Бүгін асфальт салып қойсақ, ендігі жыл газ жүрсе, ол асфальттың бәрін бір тиын болады. Бірақ енді ГПС төсеп, жаңағы аяқтары лай болмайды етіп жасап беруге сметасын беріп, енді Қуаныш, біздің Қуаныш. Жаңа неге сметасын берсін, Ербол экономикамен жұмыс жасап, осы мәселені енді қорғайды. Бұл көше маңызды көше ғой, оқушылар жүреді, мектепке барады, сондай ма? Бірақ маңызды мектепке, балабақшаға баратын көшелерге тротуармен салынды. Біз қазір талабымыз асфальт салған көшеге міндетті түрде тротуар болу керек. Қазір жүргіншілер қатты жүреді. Қазір оған жай жүр дегенмен қатты жүреді. Сондықтан жүргінші тротуармен жүру керек. Дұрыс қабылданды, сіздің неге аламыз? Өндіріске. Ары қарай жұмыс жасайды. Сұрақ бар, болады ма, болмайды ма? Біз жаңа сөзіңіздің басында әдемі бастырып кеттіңіз. Ынтымағы жарасқан керемет ел, керемет ауылды. Әркім өзінің елімен, өзінің жерімен мақтанады. Мен ауылыммен мақтанамын. Мынау сіздер өзіңіз келіп көріп кетіп жатсыз, іс-шараның бәрін соңына дейін болып көріп кетіп жатсыз. Жақсы ауыл ғой. Енді менде ол заң, олар о кісілерді заңды. Мынау жол полициялары бізді келіп мазамызды қашырып жатыр ғой. Түнде келеді дағы. Енді олар дұрыс шығар. Келеді ұстайды, ауылды жерде 60-пен жүреміз да, одан артық жүре алмайсың. Артық жүрсің, біреудің қорасына кетіп соғасың ба, или біреудің үйіне соғып кетесің. Қуыс-қуыста тұрып алады да ұстап, мазамызды қашырып жатыр. Солардікі дұрыс па, дұрыс емес па? Енді мына трассаның полициясы, ол трассада жүру керек. Енді мына участковый келді ғой ауылға. Енді сіз осыны қадағалаңызшы, ауылдағы, ауылдың ішіндегілерді, жаңағыдай сырттағы полициялар нетпеу дұрыс қой халықтың. Енді біз қанша дегенмен ауылдық жерде тұрамыз бәріміз. Ауылда тұрады осы тұрғындардың бәрі. Ол жемін әкеледі, шөбін әкеледі. Кейбір кезде оның енді кішігірім нарушениесі болады. Ондайларға да адамгершілікпен кішкене қарайтын кез болатын шығар. Сондықтан біз енді оны генералға да жеткізейін ол мәселені. Енді Риман ол тағу керек, бірақ енді ол дұрыс түсіндік енді. Бұл мәселені кішкене қадағалауға алайық. Міне участковый бар. Мен енді генералға да айтамын, енді сіздің көтеріп отқан мәселеңіз облыстық деңгейде шешілетін мәселе. Ол кісіге де айтып түсіндіреміз, ол кісі де түсінеді ғой, халықтың жағдайын жақсы біледі. Енді Қостүйірмен деген мөлтек аудан бар. Ол жерде 65-ші жылы қойылған трансформатор, одан бері 55 жылдың ішінде қанша үйлер сенбесеңіз ары бері өткенде мына Түркістаннан келатқанда Перезден төмен жағы темір жолдың күнбатыс жағында толық участка толық, асфальттан темір жолдың ортасы. Ол жерде толды, сол жерге қойудың қазір ол жерде кілең жас семьялары, олардың кешкісін көрсеңіз, 2 күннің бірінде телевизоры күйіп жатыр, холодильнигі күйіп жатыр. Бұл бір.
Екінші сұрағым, өткенде де су мәселесін ауыл әкіміне келіп суды айтсақ, неге ЖХХ-ға айту керек, ЖХХ істеу керек дейді. Мынау Перездің жанында жаңағы 1 метрлік трубадан Ясси ауылының әкімі сол жерден 1 емес 2 труба тартып, халқына су жеткізіп берді. Бізге сол жерден Перездің күнбатыс жағында ауылдың арасында не бар, сол жерге қосып берсе, біз аяқтағы мен Қошқарған поворотындағы суда 7-8 километр жер. 7-8 километр. Бізге су жоқ. Қазір құдығымызда да су жоқ. Өйткені өзенде су тартылса, құдықта да су жоқ болады. Сонда Қарағалық ЖХХ-ға бару керек, Сауран суға барып жүру керек, әлде әкім қамтамасыз ету керек халыққа. Енді ол мәселені осы жерде көтерсеңіз, ол мәселелер жаңа көрдіңіз. 6 мәселе айтылған, өткен жолы келгенде 6 мәселенің бәрі шешілді. Енді сіз айтып жатсыз, мына мәселені, 2 мәселе айтып тұрсыз. Біріншісі трансформатор мәселесі, дұрыс па? Трансформаторды енді мен оны анықтайық, оның маңыздылығын қарайық, біз зерттейік, оны неге ол жаққа қойды, мына жаққа қойды, оны біз тексере аламыз ғой. Бірақ қажет болса, егер сол жастардың ауылына қажет болса, қосымша тағы да қойып. Мына мәселені қарайық енді. Трансформаторы бірінші кезекте осы сіздердің ауылдарыңызға қойдық. Одан кейін Жаңаиқанға қойдық біз. Енді осы ауылда бір сұрап жатыр, сұраныс көп болғаннан кейін қойдық. Мүмкін ол жерге де қажет шығар. Біз қосымша тағы да қарастырайық. Бірақ Байметтің мәселесін бөлек қараймыз, жарай ма? Енді ауыз су мәселесі. Ауыз су мәселесі әлі де күрделі болып тұр. Сіздерде бізде ақша төлегісі келмейді, бірақ реттеліп қалды. Өткендегі қарағанда реттелді ғой. Өткенде халық ақша төлемейтін, мекеме қарызға батқан еді. Ана кеп жатқан судың моторлары күйіп кетеді. Оның бәріне қазір бактерицид, басқа нәрселердің бәрін алып қойып жатырмыз. Әйтеуір халыққа жағдай жасау үшін. Ал енді жаңағы ол мына Ясси ауылында беріп жатқан суды оны ауылдың әкімі істеп жатқан жоқ, оны біз халықтың сұранысымен жасап жатырмыз. Оны басында осыдан 10 жыл бұрын істеген кезде оның насосын бәрін төменге қойып, төменнен жоғары қарай насоспен айдаған, дұрыс істемей кеткен. Сондықтан мені осы сияқты мен халыққа кездесуге барғанда халық осылай түсіндірді. Бізге төменнен болмайды, жоғарыдан төмен қарай. Кеше жоғарыдан төмен қарай тағы да қойып, тағы да қосып еді, соның өзінде де оларға жетпеді. Қазір біз оларға башня қойып беріп жатырмыз, қосымша. Башня емес, қосымша 2 насос қойып жатырмыз. Сондықтан енді ол ауыл толық біткен жоқ, бірақ бітеді түбінде. Сол сияқты сіздерде де. Ол темір жолдың бергі бетінен ары қарай тарту қиын болатын шығар. Сіз мәселені бүгін айтып жатсыз. Кім? Қуаныш, мына мәселені бақылауға алу керек. Қорытайық, иә? Қорытайық. Жалпы мына көтеріп отқан мәселелеріңіз бәрі жеке мәселелерді айтып жатқан жоқсыздар. Өздеріңіздің мәселелеріңізді халық үшін керекті нәрселерді айтып жатсыздар. Бұның бәрі орындалатын мәселелер, орындалмай қалатын емес. Мынау жердегі камера, участковый, енді участковый шешіліп тұр ғой, енді тұрақты келіпті полиция, тротуар, освещение деген, енді мына көше тағы да полицияның, жол полициясы, одан кейін ауыз су мәселесі. Сондықтан бұл мәселелер біз шешеміз, жаңа айтқандарыңызды. Құрметті Оранғайың тұрғындары, келген қонақтар. Қасиым Жолдасбай Қосқорған ауылдан Оранғай әкімшілігіне қарасты ауыл ғой енді. Өзіңіз қай күні барып менімен айналып көрдіңіз, 2000-ге жақын халқыңыз бар. Жаңа мен сөйлемей отқаным, барлық проблемалар бір қатар шешілген. Рахмет, жақсы. Енді бір кішкентай проблема бар, ар жаққа шыққанда айтамын өзіңізге, оны берді айтпай-ақ қояйын. Иә. Мынау кеп отқан мекеме басшылары, барлығы үлкен басшылар халыққа қызмет етіп атқан адамдар да. Оны кейбір түсінбегендеріміз, соған кішкентай жаңағыдай жеккөрініш әңгімелерді айтып қалатын жайымыз бар. Бірақ өмірде проблема никогда таусылмайды. Отбасыда да, мемлекетте де, аудан, ауылдық округте де. Себебі күннен күнге жаңарып, жаңа проблема шыға береді. Күніміз күннен күнге жақсарып жатыр ғой. Құдайға шүкіршілік айту керек қой. Ал енді кранымыз болсын, мына айтып жүрген 2 жылдан бері асфальтымыз басылып болып жатыр. Бұл ауданда болып атқан жаңалықтың шегі жоқ. Сауранға барғанда көретін шығар, не істеп атқанды. Қала типіне кіру үшін қаншама жұмыстар керек.
Ол істеліп жатыр. Оның бәріне қаржы керек, түсіну керек. Отбасыда да 5 ұл қызымыз болатын болса, мектепке баратын болса, біреуінің ботинкасы болмайды, біреуінің көйлегі болмай қалады. Сонда біз айтамыз, қоя тұрсай, ақша таусылды ғой, келесі жалақы шыққанда саған әперемін деген әңгіме болады. Соны халық барлығы түсіну керек. Осы күнге, осындайға шүкіршілік ету керек, тәубе ету керек. Айналайында. Заманымыз тынч, иә. Ертең ана сайлауда өзіміз Тоқаевқа барлығымыз дауыс берейік. Бұдан артық күн жақсарту болмайды ғой. Сондықтан мына мекеме басшылары кейбір маған ұқсаған жамандар да бар ішінде. Қиянат жасайтын, жөн істемейтін, ол енді бір адам үшін барлығын жамандауға болмайды. Сіздерге әр кезеңдің өзінің батыры болады. Тура осы жылдардың батыры сіздерсіздер. Осы мекеме басшылары. Халыққа істеп жатқан жақсылығын халық сезіну керек. Рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Енді бәтеге келетін болсақ, айналайын Ғанеке, біздің не айтамыз енді? Осы 8.000-ге жақын халықтың атынан үлкен алғысымызды, рахметімізді айтамыз басшыларға. Барлық уақытта дендеріңіз сау болсын. Жаратқушы ием қолдай берсін. Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыздың әруағы, ата-бабаларының әруағы қолдай берсін тағы.